Кайырлы күн достар. Жегенде кытырлап туратын өтө дәмді наггетс дайындаймыз. Менің арнама жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видео жүктегенде сіздерге хабарлама барып турады. Тауықтың төсетін осылай кесіп аламыз және маринаттаймыз. Ұсақталған сарымсағымызды ыдысқа салып, үстіне тұз, паприка қосамыз. Лимонды қатлап сығамыз. Тауықтың төсетін салып, үстіне тауық еті батып тұратындай етіп, сұйық май құямыз. Араластырамыз. Бетін жауып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа маринатқа қоямыз. 2 сағаттан көбірек маринаттасаңыздар да болады. Маринатталған тауық етімізді ұнға аунатамыз әуелі, сосын жұмыртқаға, сосын панировкаға аунатып аламыз. Бәрін аунатып болғаннан кейін қызып тұрған майға қуырып аламыз. От тым қатты тұрмау керек, біздің наггетсыларымыз күйіп кетпеу керек. Мінекей біздің наггетсыларымыз дайын. Өте дәмді және қытырлақ болып шықты. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Бұл наггетсімен қазір біз салат жасаймыз. Наггетсі қосылған салат дайындаймыз. Бұл салат өте дәмді және дастарханға ерекше көрік береді. Алдымен премиум соусын дайындаймыз. Ыдысымызға түйіршіктелген қыша, бал, қамыс қантын мен осындай қолдандым. Алма уксусын, тұз, дәміне қарай қара бұрыш, зәйтүн майы мен күнбағыс майын, ақ бальзамический уксус қосып жақсылап араластырамыз. Беті жақсылап жабылған күйі тоңазытқышта 3 айға дейін сақтауға болады. Бұл салатқа өзіңізге ұнаған аскөктерін қоссаңыз болады. Шпинаттың үлкенін осылай 2-ге бөліп қосамыз. Мангольд жапырағын, бейби шпинат, салат жапырағын қостым. Черри қызанағын 2-ге бөліп тураймыз. Осындай мини моцарелла қосамын. Қиярды ірі соломка етіп, осылай тураймыз. Премиум соусты салатқа қоспас бұрын шайқап жібереміз. Бұл соустың өзі тұздылау болады. Тұз қоспасаңыз болады. Дәмін көресіздер. Егер тұзы сәл жетіспей тұрса, себелеп жіберсеңіздер болады тұзды. Массаны басып алмай, осылай араластырамыз. Салатты ыдысымызға саламыз. Бетіне наггетсыларды қойып шығамыз. Салаттың бетіне пармезан ірімшігін септім. Өзіңізге ұнаған ірімшік сепсеңіз болады. Ең соңында бетіне бальзамический крем соус сеуіп шықтым. Ерекше дәм береді. Мінекей біздің салатымыз дайын. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, қолдап қойсаңыз болады. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше.